Рали, әдебиеттен түсінік айтайықшы келіп. Зерттеме. Ой, молодец, Уалихан, керемет. Садиктен келдің ба? Вижу, жаным сол. Қазақ шоколад алып келдім. Күшті, қандай керемет. Кешіркен. Ақылдың сол. Керемет күшті салыпсың ғой сен. Суретті күшті бояйды екенсің ғой. Киіміңді ауыстырып. Мұхамеджан Нұралидің Уалиханның қасында отырмақ ма? Мұхамеджан екеуі бірге отырыңдар, иә? Қаяқта? Ана жақта бар. Иә, Мұхамеджан. Біз Нұрали екеуміз түсінікке дайындалып сабаққа ма? Шоколад алып кетеді. Ал енді зерделі деген аңызды бірге талқылайтын боламыз, айтатын боламыз. Оқығаныңды барынша түсінгеніңді айтып берсең маған. Қазір ма? Баста. Баяғыда зерделі деген шешен болады. Ол бір күні жолға шығады. Жолға шығып келе жатқан кезінде бір қарияға кездеседі. Қарияға барады. Қария айтады. Сен бүйтіп айтады. Қазақбайды естуші едім. Оның 3 түрлі ұлы бар еді. Жоқ, әкем Қазақбайды білуші едім. Әкем Қазақбайды білуші едім дейді. 3 түрлі бала туады дейді. 3 түрлі бала туады дейді. Сол кезде сен қайсысы болды дейді. Бірінші айтады. 3 түрлі бала туады дейді. Біреуі әкесінен өте туады дейді. Ал біреуі әкесіне жете туады дейді. Ал біреуі кері туады дейді. Сен соның ішінен қайсысы болдың дейді. Ал зерделі айтады. Мен әкеме жете туар боламын дейді. Әзірше сол бола тұрайын. Мен біліміммен қарап білесіз дейді. Сосын қарияға айтады. Өте туарымды алдағы өнер білімім көрсетер дейді. Иә. Әзірше жете туамын. Ал кері кете туатынымды онда сізге де жолдастарға да ұятты болатын едім дейді. Иә, сөйтіп айтады. Сосын зерделі қымыз ішіп отырған кезінде айтады. Екеуіңіз қалай дейді. Екеуім 3 болды дейді. Алысыңызбен қалай дейді. Алысыңызбен арасында дейді. Ал жақыныңызбен қалайсыз дейді. Жақыныммен раушан айзаласып отырмын дейді. Ал тәттіңізбен қалайсыз дейді. Тәттіңізбен қалай. Тәттім азайып жатыр дейді. Ал несібеммен қалайсыз дейді. Несиеммен қалайсыз дейді. Несием айтады. Несием. Қартайғанда несібем дейді. Қартайғанда несібем. Қартайғанда несібем. Иә, үйді көп қымыз сапырып отырғаным солардың арқасы дейді. Сосын ақса қариямен қоштасады да қоштасып кетеді. Сосын қасындағы жолдастарымен кетіп бара жатқанда шыққан кезінде қасындағы жолдастар айтады. Бағанағы қария екеуін айтқандарын түсінбедім дейді. Соны түсіндіріп берші, өтініп сұрайды. Сосын зерделі айтады. Екеуіңіз қалай деген, 2 аяғыңызбен жүре аласыз ба деген. Жүре алмайын деді ол. Екеуіме 1 таяқ қосылды дейді. Ал алысыңызбен қалайсыз дегенде, алысты көре аласыз ба деген екен. Ал жақыныңызбен қалайсыз дегенде, алысты көре аламын екен сонда? Жоқ, көре алмайды. Алысты көре алмайтын болдым деп, барлығын түгел айтамыз. Ал жақыныңызбен қалайсыз деген, тамақ ішу бәрі жақсы ма деген. Ал тәттіңізбен қалайсыз деген, ұйқыңыз қалай деген. Ол маған ұйқым азайды деген. Тамақ жеуін қалайсыз дегенде ол кісі не деді? Тамақ жеуіңіз қалай дегенде ол кісі не деп айтты қариясы? Әр жерде бірден ғана тісім қалды деген, иә? Өзі қартайған кісі. Сол кезде несиеңіз
Тема дейді, иә, ол иә? Несием тема. Несібе емес, несие. Несием тема деді. Ол несием тема деген балаларыңызды бағып қағып өсіргенін сізді сыйлай ма, құрметтей ма деген сөз. Балаларыңыз күте ме деген, иә, қарайласа ма деген. Сосын қасындағы жолдастары оған Сол кезде не деп айтады, балаларыңыз қарайласа ма дегеннен кейін? Не деп жауап береді қария? Қария бүйтіп айтады. Балаларыңызды тәрбиелеп, қағып өсіргенсіз ба дейді. Иә, балалар мені құрметтейді. Мен оларға жас кезінде уақытында білім бердім дейді. Сол жақсы бақсаң, өзімді жақсы асырайды дейді. Яғни несиен деген ол балаларды айтып тұр, иә? Иә. Балаларыңыз күте ме деген. Жасында бағып қағып өсіріп едіңіз, енді олар сол еңбегіңізді ақтады ма деп тұр, иә? Әрине, иә? Дұрыс тәрбиелеп, жақсы өсірген бала қартайғанда бақыт екен деп жатыр, иә? Балаларымның қызығын көріп отырмын деді, иә? Содан кейін Зерделінің жолдастары не депті? Зерделінің жолдастары айтады. Зерделінің жолдастары былай айтады. Риза болады, иә? Риза болады да, сен бізге құрдассың дейді. Сен бізге құрдассың. Мен бағана қариямен шешендік әңгімелескенге риза болдық дейді. Менің әкем бірақ көп жасады ғой дейді Қасекең. Қасекең. Ал енді қара. Балам дейді қария, өтірік пен шындықтың арасы қандай деді? Сол кезде бала не деп жауап берді? Өтірік пен шындықтың арасы? Өтірік пен шындықтың арасы 4 ақ елі, иә? 4 ақ елі деді. Сосын 4 ақ елі дейді. Сосын ал ақыл. Қария айтады, иә? Ақыл кімнен шығады дейді? Ақыл кімнен шығады деген кезде ақыл бастан шығады дейді. Ақыл жастан шығады. Ақыл жастан шығады. Асыл тастан шығады дейді. Асыл неден шығады дейді? Тастан шығады, иә? Енді былай дейміз, иә? Әкем Қазақбайды білуші едім және 3 түрлі бала туады деп айтамыз. 3 түрлі баласы бар емес, 3 түрлі бала туады деп жатыр. Әкең Қазақбайды білуші едім деп айтады да әңгімен. Сосын 3 түрлі бала болады дейді. Біреуі әкесінен өте туады, біреуі жете туады, біреуі кете туады. Сен соның қайсысың деп жалпылама сұрап жатыр. Түсіндің ғой, иә? Жалпы бұлай жақсы түсінген сияқтымыз, иә? Жақсы жарайды.